Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 3-ші сыныптың 42-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы үлес және бөлшек туралы түсінік. Бірінші есеп нұсқасы күнтізбе бірдей қанша бөлікке бөлінген, қандай бөлік бір айды құрайды. Жалпы бір жылда 12 ай бар, сол себепті күнтізбе 12 бөлікке бөлінеді. Олай болса, бірінші ай қаңтар, екінші ай ақпан, үшінші ай наурыз, төртінші ай сәуір, бесінші ай мамыр, алтыншы ай маусым, жетінші ай шілде, сегізінші ай тамыз, тоғызыншы ай қыркүйек, оныншы ай қазан, 11-ші ай қараша және 12-ші ай желтоқсан. Сонда бір ай 12-ден бір бөлікті құрайды екен. 12-ге бөліп бір бөлігін алатын болсақ, бұл бір айды білдіреді. Көктем айлары бір жылдың қандай бөлігін құрайды? Бұл жерде жауабы беріліп тұр. Ол математикада былай жазылады. 12-ден 3 бөлігі деп жазылады. Себебі бұл жазу бөлшек деп аталады. Сызықтың астында жазылған сан бөлімі ол қанша бөлікке бөлінгенін көрсетеді. Сызықтың үстінде жазылған сан алымы бұл қанша осындай бөлік алынғанын көрсетеді. Сонда көктем айларында 3 ай бар. 12-ден 3 дегеніміз 12-ге бөліп, соның 3 айын аламыз деген мағына. Сонда көктем айларына наурыз, сәуір, мамыр кіреді. Әрбір мезгілде 3 айдан бар. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз, күз айлары қыркүйек, қазан, қараша, ал қыс айлары желтоқсаннан басталады, қаңтар, ақпан, міне осы 3 ай қыс айлары. Енді есебі бір күн аптаның қанша бөлігін құрайды? Мына жазу нені білдіреді? 7-ден 1 дегеніміз бұл бір күнді білдіреді. Себебі бір аптада 7 күн бар, я? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соның біреуі бір күнді білдіреді. Ал енді аптаның жұмыс күндері мен демалыс күндерін көрсететін бөлшекті жаз. Олай болса, бірінші жұмыс күндерін жазайық. Жалпы бір аптада 7 күн бар. Оның дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері жұмыс күндері. Сонда 5 күн жұмыс күні. Олай болса, 7-ден 5 бұл жұмыс күндері. Енді демалыс күндерін жазайық. Бір аптада 7 күн бар. Оның екеуі демалыс күні. Сонда сенбі мен жексенбі бұл демалыс күндері. Олай болса, 7-ден 2 бөлігі демалыс күндері екен. Енді екінші есеп фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазып, оларды салыстыр. Нұсқасында 2 дөңгелек бар. Оның біріншісі 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлініп тұр. Және оның 5-еуі боялған. Сонда 6-дан 5 бөлігі боялған. Енді екінші дөңгелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлікке бөлінген. Оның 4-еуі боялған. Енді оларды салыстыру үшін ережеге қарайық. Бөлімдері бірдей, екі бөлшектің қайсысының алымы үлкен болса, сол бөлшек артық болады. Олай болса, бұл жерде бөлімі деген бөлшек сызығының астында тұрған сан. Сонда 6 деген сандар бұл бөлімі. Ал бөлшек сызығының үстінде тұрған 5 пен 4 бұл алымы. Бөлшектің бөлімдері бірдей болып тұр. Екеуі де 6. Қайсысының алымы үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Сонда 5 үлкен болғандықтан 6-дан 5 үлкен болады. Енді есебінде 2 тіктөртбұрыш беріліп тұр. Екеуі де бірдей бөлікке бөлінген. Қандай бөлікке бөлінгендігін анықтайық. 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлікке бөлініп тұр. Сонда бөлшектің бөліміне екеуіне де 9-ды жазам. Бірінші тіктөртбұрыштың 5-еуі боялып тұр. Сонда 9-дан 5 бөлігі боялған. Екінші тіктөртбұрышта
1, 2. 2 бөлігі боялып тұр. Сонда 9-дан 5 пен 9-дан 2-ні салыстыру керек. Бөлшектің бөлімдері бірдей болып тұр. Алымдарында 5 пен 2-ні салыстырғанда 5 үлкен, олай болса 9-дан 5 үлкен болады. Енді үшінші есеп, бөлшектерді салыстыру керек. 7-ден 6 мен 7-ден 1-ді салыстырайық. Бөлшектің бөлімдері екеуінде де 7 болып тұр. Сонда бірдей болған кезде алымдарынан қайсысы үлкен, сол бөлшек үлкен болады. Сонда 6 мен 1-ді салыстырғанда 6 үлкен, олай болса 7-ден 6 үлкен болады. Сол сияқты 10-нан 3 пен 10-нан 7-ні салыстырғанда бөлшектің бөлімдері бірдей, ал алымдары бойынша 7 үлкен, олай болса 10-нан 7 үлкен болады. Келесі салыстыруда 17-ден 13 болуы керек, ал мен 17-ден 3 деп жазып қойған екенмін. Олай болса 17-ден 13 пен 17-ден 4-ті салыстырайық. Екеуінің бөлімдері бірдей, ал алымдарына байланысты 13 үлкен, сол себепті 17-ден 13 үлкен болады. Келесі салыстыруда 12-ден 9 бен 12-ден 5-ті салыстырайық. Бөлімдері бірдей, алымдарында 9 үлкен, сол себепті 12-ден 9 үлкен болады. Енді төртінші есеп, бөлшектерді жаз. А нұсқасы өсу ретімен жазу керек. Өсу реті ең кішкентайынан үлкеніне қарай жазу керек. Олай болса ең кішкентайы 9-дан 1, одан үлкені 9-дан 3, ал ең үлкені 9-дан 7. Енді есебі кему ретімен жазу керек. Кему реті бұл үлкенінен кішкентайына қарай жазу керек. Сонда ең үлкені 9-дан 9, одан кішкентайы 9-дан 5, ал ең кішкентайы 9-дан 2. Енді бесінші есеп, есепте тексер. 659-дан 167-ні азайтсақ 492 болады. Енді оны тексерейік. Сонда 492-ге қайтадан 167-ні қосамыз, сонда бастапқы 659 шығады. Қалған есептерді де тура осындай ретпен шығарып және тексеріп шығамыз. Енді алтыншы есеп, қағаздан шаршы, дөңгелек, тіктөрт бұрыштайында бүктеу арқылы тең бөліктерге бөл, бірнеше бірдей бөлікті боя, досыңнан бөлшекті жазуын сұра. Бірінші шаршыны бірдей 4 бөлікке бөлейік. Міне 2 бөлікке бөлдік, және тағы бір рет бөлейік, сонда 4 бөлікке бөлінді. Барлығы бірдей, теңдей 4 бөлікке бөлінді, оның бір бөлігі боялсын. Сонда 4-тен 1 бөлігі боялды. Ал дөңгелекті тура 2-ге бөлдік, және 4-ке бөлдік. Осылай бөлеміз. Теңдей болу үшін тағы осылай бөлу керек. Сонда барлығы 8 бөлікке бөлінді. 8 бөліктің біреуін бояйық, тағы біреуін бояйық, және тағы біреуін бояйық. Сонда 3 бөлігі боялды. Сонда 8-ден 3 бөлігі боялды. Енді тіктөрт бұрышты бөлейік. Бірінші 2-ге бөліп аламыз. Және оны осылай бөлейік. Сонда теңдей 6 бөлікке бөлінді. Оның мына біреуін бояймыз. Және мына бір бөлігін бояймыз. Және мына бір бөлігін бояйық. Сонда 6 бөлікке бөлінді. Оның 3 бөлігі боялды. Сонда 6-дан 3 бөлігі боялды. Енді 7-ші есеп, егер бүгіннен кейін 2-ші күн жексенбі болса, алдыңғы күннен кейін аптаның қай күні болады? Жылдың неше айында 28 күн бар? Бүгіннен кейін 2-ші күн жексенбі болса, олай болса жексенбі 2-ші күн болса, сенбі 1-ші күн.
Бүгін жұма екен. Ал алдыңғы күннен кейін аптаның қай күні болады? Алдыңғы күн сәрсенбі болатын болса, одан кейін бейсенбі. Алдыңғы күннен кейін деп тұр, иә? Сонда бейсенбі күнді сұрап тұр екен. Сонда жауабы бейсенбі болады. Енді екінші сұрақ: жылдың неше айында 28 күн бар? Барлық айында 28 күн бар. Және толықтырып өтейін, ақпан айы 28 күнмен аяқталады. Ол тек қана 4 жылда бір рет 29 күнмен аяқталады. Ал басқа айлар 30 күнмен және 31 күнмен аяқталады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.